Сәлем достар, өткен сабақта біз бірінші эссені жазып үйренген болатынбыз. Мен сіздерді үйге берілген практикалық тестті жасады деген үміттемін. Ал егер жасасаңыздар, екінші эссені жазуға құрал-жабдықтарыңыз дайын болса, ендеше біз келесі жұмысымызға кірісейік. Екінші эсседе достар, сіздер берілген сұраққа 250 сөзбен жауап берулеріңіз қажет. Ондағы сұрақтар шамамен мынандай. Екінші эсседе, бірінші эсседегідей 3 бөлімнен тұрады, және онда 3-5 параграфтен тұрады. Біріншісі ол кіріспе, екіншісі негізгі бөлім. Негізгі бөлімге 1 немесе 3 параграфтар жазсаңыз болады, және қорытынды. Негізгі бөлім дәл бірінші эсседегідей парафрейзингтен және сұрақтардан тұрады. Сұрақтар шамамен мынандай болмақ. Қазір сабақ барысында сіздерге осы сөйлемге парафрейзинг жасауға шамалы уақыт беріледі. Міне, парафрейзинг жасаудың үлгісі осындай болмақ. Бірақ есте сақтаңыз, сіздің жауаптарыңыз біздікімен сәйкес келмеуі мүмкін. Бірақ ол дұрыс емес деген сөз емес, себебі парафрейзинг жасаудың түрлі әдістері бар. Өзіңізге бір дәптер арнап, онда парафрейзингте қолданылатын сөздерді жазып жүріңіздер. Мысал айтатын болса, male, men, female, women және people, individuals деген секілді синонимдес сөздер. Бірақ әрқашан есте сақтаңыз, кейбір сөздер, олардың мағынасы бір болғанмен қолданылатын текстері әртүрлі болады. Оларға мысал келтіретін болсақ, aim, goal және target сөзі. Олардың мағынасы бір, бірақ қолданатын контекстері әртүрлі. Aim сөзін алатын болсақ, aim дегеніміз ол белгілі бір нысанға, бағдарға бағытталады. Яғни, ол дегеніміз сіздің бір белгілі бір мақсатыңыз. Мысал келтіретін болсақ, мен велосипед айдап үйренемін, немесе мен ағылшын тілін тезірек үйренемін деген секілді, ол белгілі бір нақты мақсат болады. Ал goal сөзінің оның мағынасы көлемдірек, яғни біздің мақсатымыз үлкен мақсат болмақ. Мысал келтіретін болсақ, онда белгілі бір яғни атауды үлкен брендке айналдыру деген секілді, және салықтың мөлшерін азайту деген секілді мысалдар келтірсек болады. Ал таргет сөзіне келетін болсақ, оның да мағынасы мақсат дегенді білдіреді, тек мұнда нақты сандар қолданылады. Мысалы, бір аптаның ішінде 5000 теңге табу деген секілді, немесе 4 жейде тігу секілді, осындай нақты сандармен беріледі. Сол себепті, достар, сіздер әр сөздің қандай контекстте қолданылатынын байқап жүрулеріңіз қажет. Ол үшін сіздер Dictionary by Merriam-Webster атты онлайн сөздікті қолдануға кеңес беремін. Екінші сөйлем ол сұрақ-жауап. Яғни бірінші сөйлемге сіз берілген сұраққа парафрейзинг жасайсыз, ал келесі кезекте сол сұраққа жауап бересіз. Мысалы, сізге мынандай сұрақ берілуі мүмкін. Шетелде оқудың артықшылығы көп пе? Сіз сұраққа жауап бермес бұрын ойланып алуларыңыз қажет. Мысалы, расымен де шетелде оқудың артықшылығы көпшілігіне қарағанда көп пе, және оның қандай артықшылығы бар, қандай кемшіліктері бар. Оған былай жауап берсек болады. Қолыңызға дәптер алып, осы сұраққа ағылшынша өзіңіз жауап беріп көріңіз. Сізге берілетін уақыт 30 секунд. Біздің жауап нұсқамыз I believe the drawbacks outweigh the benefits of studying abroad. Немесе There are more advantages than disadvantages of studying abroad. Немесе Studying abroad has both drawbacks and benefits. Және сіз өзіңізге қажетті нұсқаны өзіңіздің эссеңізге байланысты таңдап алуларыңызға болады.
Негізгі бөлім, яғни екінші бөлім ол интродағыдай соған байланысты жалғасын таппақ. Мысалы, сіздер жаңағы кіріспеде артықшылығын көп десеңіздер де, кемшілігі көп десеңіздер де, келесі бөлімдерде міндетті түрде оған дәлел жазуларыңыз қажет. Мысал алатын болсақ, онда шетелде оқудың 3 артықшылығы бар. Яғни тіл меңгеру, келесі өзге елдің мәдениетімен танысу, және келесі көп достар тауып, олармен жаңағы білім сапасын жоғарылату. Енді біз осы келтірілген дәлелдерге міндетті түрде мысал келтіреміз, және дәлелдеріңізді бірден бірінші сөйлемнен бастағандарыңыз жөн, себебі емтихан алушыға сіздің дәлелдеріңізді сөйлемнің ортасынан немесе астынан алған қиынға соғады. Мысалға айтатын болсақ, онда Мысалы, the first advantages of studying abroad is to learn new language and culture деп жазып, кейіннен не айтқымыз келгенін былай толықтырып жазамыз. Students improve their intercultural communication skills and have more opportunities to get a job. Және алдыңғы сөйлемге мысал келтіреміз. Many students from India go to study in the UK, where they are able to learn English language and culture and have higher prospects of getting the job in the UK than those who stay to study in India. Міне, достар, осы қағида бойынша қалған параграфтерді де жазатын боламыз. Және соңын әрине әрдайым қорытындымен аяқтаймыз. Соңында, яғни интрода берілген, яғни кіріспеде берілген ақпаратты тек басқа сөздермен жазатын боламыз. Мысалы келтіретін болсақ, есте сақтаңыз, сіз ешқашан қорытындыда жаңа ақпарат қоспауыңыз қажет. Тек берілген ақпаратты басқа сөздермен жазасыздар. Және де осындай тағы да басқа мысалдарды, эсселерді сіздер осы приложениеден көріп біле аласыздар. Және де тағы айта кетерлік жайт, эссені ешқашан жаттап алуға тырыспаңыздар. Өткенде айтқандай, емтихан алушылар эссенің жатталынып алынғанын бірден байқап қойып, сіздердің балдарыңызды азайтып тастаулары да мүмкін. Міне, достар, бүгін біз екінші эссенің біраз бөлігімен таныстық деп ойлаймын, және келесі видеода мен сіздерге осыған орай өзімнің кеңестерімді беретін боламын. Бүгінге менің айтатыным осы. Келесі эфирде көріскенше.